Алпамыс батыр жыры. Бұрынғы өткен заманда дін мұсылман аманда, ежделі байсын жерінде, Қоңырат деген елінде, Байбөрі деген бай бопты, төрт түлігі сай бопты. 90 мың екен қорасы, мұрындық нота тимеген, түйешілер мінбеген, 80 мың екен аясы, шұрқырап жатқан бір жылқы, тоғай сайын мың жылқы, есебі жоқ көп жылқы, желі байсын даласы, өз алдында бір бөлек, торысы мен қарасы. Андай болып көрінген бозы менен аласы, соншама бай болса да жоқ еді бір баласы. Өзі бермеген пенденің бар ма шарасы, атадан жалғыз ереді, еңіреген ердің біреді. Жоқ еді екен ағасы, Құлтай деген туысқан, немере мен шөбере екеуінің арасы. Азырақ баян етейін, құлақ салып қарашы, сол уақытта болғанда, 80-ге жасы толғанда, кетемін деп байғұс арманда қайғылы болып қалыпты. Пересенсіз болып қалғанға құлаға бас беріп, екі көзі жас беріп, ұры қаққа налыды, алмадың Құдай жанымды, бір баланың жоғынан ағайын жеді малымды, айналайын атыңнан жаратқан жалғыз Құдайым.